Бүгінгі өтетін біздің тақырыбымыз аймақтық дәрежеде стратегия жоспарлаудың негізі тақырыбында біз қарастырып өтеміз. Мұнда бізде қарастыратынымыз аймақтардың, салалардың, индикативтер жоспарлаудың, жоспардың мәні, және де мұнда көптеген мәселелерді қарастырамыз. Сол мәселенің бірі бүгінгі осы тақырыпқа біз қысқаша тоқталып өтейік. Аймақтардың мынау салалардың индикативтік стратегия жоспарлаудың мәні бұл әрбір өзінің мақсаттары бар. Яғни біз жоспар барысында біз алға қойған мақсатқа жету үшін біз жоспар болжам жасаймыз. Яғни жоспардың негізгі мақсаты ол әрбір экономиканы дамыту, іске асыру, ел президентіміздің стратегиямыздағы көрсетіп отырған жолдауында көптеген стратегиялық бағыттарды, яғни іске асырудың негізі болып табылады. Мысалы, біз мақсаттарға мынау аймақтардың салалардың индикативтік және стратегиялық жоспарлаудың мәні біріншіден біз әрбір бағдарламада, яғни біз көрсетілген мақсаттарды, яғни тұратын басты мақсаты, яғни әр деңгейдегі жоғарғы мақсатқа жету, яғни оны қамтамасыз ету үшін біз жасалған экономикалық талдауларды жасау қажет. Екінші, іс-шаралар жүйесін түсіндіру. Яғни бұл іс-шаралардың жүйесін түсіндіру, бұл экономикамыздың инфрақұрылымдарды, әлеуметтік экономиканы дамыту, біздің ішкі экономикалық саясат жүргізу, сыртқы экономика саясаты, мынау қазіргі осы экономикамыздың дамыған мемлекеттеріне, дамушы ел, дамыған мемлекеттердің ішіне біз ену мәселесінің бағытында біз жүріп келе жатырмыз. Яғни бұл іс-шаралардың нақтылығы, яғни кім және қашан орындалу қажет. Яғни қандай да жағдайда болмаса әрбір бағдарламаны жүзеге асыру, яғни жасалған. Бағдарламаның мысалы құрылымы жасау. Және мына бағдарламаларында әрбір өзінің бөлімдері бар, яғни жобалары бар. Оны іске асыру, оны анықтау мәселелері мысалы. Келесі мұнда бізде көріп отырғандай алдарыңыздағыдай, мынау бағдарламаның орындалуы үшін біз мақсатты, яғни ұйымдастыру түрде, оны құрылымын жасау. Және де мына қазіргі кезде кадрларды дайындау, жас мамандарды дайындау. Қазіргі сол жас мамандар біздің көптеген кәсіпорындар, шағын орта бизнесті дамыту, яғни бізде Қазақстан Республикасында көптеген кәсіпкерлікті дамыту, халықтың әл-ауқатын көтеру, тұрмыс деңгейін көтеру, және де басқа да көптеген бағдарламалар жасалынып жатыр. Мысалы, соның бірі экономиканы дамыту, яғни оны іске асыру, оны нығайту мәселесі. Келесі бізде көрсетіп отырғандай бақылау жасау осы бағдарламаларға, және жұмыспен қабылдау. Жұмыспен қабылдау қазіргі кезде өздеріңіз білесіздер, Қазақстан Республикасындағы жастар саясаты бар, басқа да көптеген бағдарламалар бар. Яғни ол өзінің мамандығы бойынша жұмысты іске асыру бағытында өзінің мамандығы бойынша 6 айлық курстарды іске асыру. Яғни көптеген бағдарламаларды өз уақытында түзету, енгізіп отыру үшін бағдарламаларды, яғни бақылау және орнату қажет екенін көріп отырмыз. Келесі бізде әлеуметтік даму деген жүйе. Біз жаңа айтып отырмыз, халықтың әл-ауқатын көтеру, тұрмыс деңгейі, халықтың жұмыспен қамтамасыз ету. Соның бірі, яғни еңбек ресурстары. Еңбек ресурстары, еңбек потенциалын құру және пайдалану. Әрбір этаптары, яғни біз жекелеген сипаттама беруіміз керек. Мысалы, ғылыми және ғылыми қызмет көрсету. Мемлекеттің де ғылыми потенциалына, яғни оның даму тенденциясына қарай, яғни пайдалану, экономика тиімділігіне қарай баға беру. Келесі инвестиция. Бұл инвестиция қазіргі өзіңіз білесіздер, шетел инвесторларды тарту, өзіміздің ішкі инвесторларды тарту мәселесі. Ол қоғамдағы, яғни өндірістерді дамуына, яғни жағдай жасау, барлық шығындарды көрсетеді. Сондықтан да біз шағын орта кәсіпкерлер, ірі кәсіпорындарды, шетел инвесторларды тарту, жұмыспен қамту, кәсіпорындарды іске асыру, мысалы қарап тұрсаңыз, көптеген кәсіпорындар іске емес, көптеген шаруа қожалықтарына, мысалы қазір көптеген өндірістік саласына біз инвестиция тартудың бағытын жағдай жасап отырмыз. Яғни сыртқы экономикалық байланыс, және мен айтып отырмын, біздің Қазақстан Республикасында сыртқы және ішкі экономикалық байланыстыру, оны іске асыру мәселесі деп айтқанбыз. Яғни бірінші мәселе бұнда жоспар, қаржы жоспары.
яғни қаржы жоспарының табыс көздері. Бұл мемлекеттің, яғни мынау қаржыны жұмсау бағыттары бейнеленеді. Яғни бұл қазіргі кезде мына қаржы бұл дағдарыс жағдайында жоқ және бағдарламалау. Яғни біз стратегиялық жоспарды алға қойған ұзақ мерзімді экономикамызды дамыту үшін біз жаңағы болжам жасау арқылы, жоспар арқылы, яғни іске асыру үшін біз көптеген мемлекеттердің жаңа айтып отырмыз ірі және орта компанияларды, яғни кезеңдермен, яғни орнату, яғни білім саласы. Бұл стратегиялық жоспардың да мәні айқындалған. Себебі біз яғни бұл қор көлемі бойынша дамудың да мынау магистралдық дейміз бағыты, яғни қазіргі кездегі мынау экономикамыздың қолайлы тұстастарын дұрыс пайдалану, жағымсыз жақтарын әсерін бейтараптандыру арқылы болашақта деген нақты қойылған мақсатқа, яғни бұл жеткізілетін, яғни іс әрекеттерді анықтауда. Сондықтан да мына алдарыңызда көріп отырған шағын кәсіпкерлік экономикаға өтімділік, икемділік береді. Бірінші, яғни мен осы ғылыми техникалық дамуды жандандыруымыз керекпіз. Келесі мынау қосымша жұмыс орындарын ашу, яғни біз жаңа жұмысты азайту керек, кәсіпорындарды ашу керек, шағын орта бизнестерді қолдау керек. Яғни осы мемлекет тарапынан шағын орта кәсіпкерлерді оқыту, бір айлық курс мысалы, яғни өзінің бизнес жоспары, жобаларын көрсету, яғни өндіріп жатқан өнімдерді нарыққа шығару, сондықтан тауарлар мен қызметтердің де нақты, яғни тұтынушыларға жақындату, яғни бұл дегеніміз экономиканы кішкене болса да, яғни дамытудың үлес қосу. Біз қазіргі таңда біз ішкі ұлттық өнімдер шығару, отандық өнімдер шығару, бәсекеге қабілеттілігі бар өнімдер мысалы шығару, мысалы өйткені сапалы және сандық түрде біз отандық өнімдер шығару. Мысалы біз шикізат, уран мысалы өндіріп жатырмыз, қаншама мысалы материалдар шығарып жатырмыз. Қазіргі кезде қарап тұрсаңыз дағдарыс, өйткені бұл дағдарыс бүкіл әлемде өткен жағдай, өйткені экономикамызға әсер етеді және зиян келеді. Себебі бұл халықтың да әл-ауқатына, тұрмыс деңгейіне де кері әсер тигізіп отырады. Келесі мемлекеттік ұлттық бағдарламалар. Бұл мемлекеттік ұлттық бағдарламалар бұл экономикалық көрсеткіштер. Яғни біз жаңа айтып отырмыз сандық. Яғни сандық көрсеткіштер бұл жоспардағы, яғни тапсырманы сандық түрде яғни көрсету, яғни ол көлемді. Бұл екіге бөлінеді, яғни көлемдік және сандық. Көлемдік бұл көрсеткіш, мысалы біз өндірілетін өнімнің көрсетсе, яғни бұл әрбір өзінің тармақтары бойынша әрбір сандық көрсеткіштері, яғни мысалы кітаптарды, мектептерді, тағы басқа да біз көрсетуге болады. Екінші біз сапалық жағынан айтатын болсақ, яғни сапалық жағы бұл өндіріс тиімділігі, яғни біз өндіріс саласын дамыту, сапалы түрде өнім шығару, экономикалық құбылыстарды сапалы түрде яғни белгілер көрсету, яғни бұл еңбек өнімділігін арттыру, өнімнің өзіндік құнын азаю. Сондықтан және тағы басқа да мысалы көптеген мысалы өнімді өндіру кезінде өндіріске шығару, яғни нарыққа шығару, экспорттау, импорттау мәселесі мысалы көптеген мысалы және қарап тұрсаңыз осы бағыттарды яғни іске асыру. Және мынау екінші мәселе бізде натуралдық көрсеткіш. Бұл натуралдық көрсеткіш бұл өндіріс процесінде физикалық жағынан біз қарастырамыз. Яғни физикалық жақтарын көрсетеміз. Мысалы біз өндірілген өнім деп отырмыз. Яғни өндірілген өнім бұл көлемі, яғни салмағы және ұзындығы деп отырмыз бойынша. Яғни бұл халықтың жаңағы шығарып отырған өнім көлеміне қарай кәсіпкерлерге толық сенім болу. Екінші шағын орта кәсіпкерлік бизнесті, яғни мемлекет тарапынан қолдауды әлсіздігі қазіргі кезде. Керісінше мемлекеттік органдарда, яғни жиі араласуы көптеген мысалы кездесіп отыр. Яғни қазіргі кезде де бұл заманға сай ақпараттандыру, жеткізу, технологияларды болмауы және де күрделі есеп беру және арендалық төлем қабілеті жоғары болуы, яғни бұлардың бәрі біздің экономикамызға
кері әсер етеді. Өйткені инфляция түсуі, құнсыздану, ақшаның тауар бағасының өсуі, экономикамыздың күйзеліске түсуі қарап тұрсақ, яғни осылардың бәрі біздің мемлекетімізге, біздің халыққа және халықтың тұрмыс деңгейіне, әлеуметтік жағдайына, экологияға мысалы қарап тұрсақ, қандай кері әсер етіп отыр. Мысалы өздеріңіз қарап отырсаңыздар, келесі көріп отырғандай презентациямызда біздің институттық инфрақұрылым деп отыр. Бұл қазіргі кездегі әрбір институттар құру, инфрақұрылым, экономика, макроэкономика реттеу, оны жүзеге асыру бағытында. Өйткені әртүрлі салаларды, яғни қызмет көрсету, өндіріс салалардағы және бұнда оған мемлекеттік жаңағы ақпарат, несиелік, қаржылық сфералар және басқа да жатады. Екінші, әлеуметтік инфрақұрылым. Бұл әлеуметтік инфрақұрылым біздің жұмыс күші, яғни ұдайы өндірумен байланысты. Бұл әрбір жаңа салалардың кешендері, яғни денсаулық сақтау, білім беру, жеке сауда, жолаушылар тасу көлігі, тұрғын үй, коммуналдық шаруашылық, қоғамдық тамақтандыру, демалыстарды ұйымдастыру, демалыс орындарын ұйымдастыру және тағы басқа да әртүрлі салаларды жатқызуға болады. Яғни бұл әлеуметтік жаңа инфрақұрылымдарды кіреді. Келесі біздің өндіріс процесі, яғни бұл өндіріс процесінде, яғни тікелей жағдаймен біз бұны қамтамасыз ететін жаңағы салаларды айтады. Бұл салалар, яғни оған жаңағы жүк тасушы көлігі кіреді, яғни көтерме сауда, бөлшек сауда, жекелеген сауда мысалы. Өйткені мысалы біз айтайық, өндіріс саласындағы күніге тұтынатын газ, электр, сумен қамтамасыз ету. Мысалы, бұның қойма шаруашылықтары, байланыс, информацияны өңдеу салалары және әртүрлі қызметтер сфераларын жатқызуға болады. Бұл экономикамыздың қазіргі айтып отырмыз аймақтардың экономикалық стратегияны іске асыру бағытындағы, яғни бағыттардың жолдарын іске асыру бағыттары. Міне сондықтан да біздің келесі презентациямызда экономикалық болжам. Біз болжам жасау алдында, яғни бірінші алға қойған мақсат үшін біз болжам, яғни мақсат бағдар сол экономикалық болжамды стратегиямыз ұзақ мерзімді, қысқа мерзімді стратегияларды іске асыру бағытында. Біз жаңа айтып отырмыз, көптеген ел президентіміздің жолдауында көріп отырғандай 2030-2020 жылғы стратегияда көрсетілген бағыттарда инвестицияны тарту, экономиканы дамыту, инфрақұрылымды тарту бағытында ауыл шаруашылықтарды дамыту мәселесі, экологияны қолға алу, білім саласында, денсаулық саласында жаңа өздеріңіз айтып, яғни қарап тұрсаңыз, мемлекеттің осы мәселелерді мысалы қаншама яғни стратегиямызда көріп отырған бағыттар бар. Яғни әрбір бағыттар өзінің іске асыру бағытында, яғни көрсетілген іс-шараларды дұрыс бағытында жүргізу, сондықтан да экономикалық прогноз дейміз, болжам дейміз, барлық әдіс тәсілдерді, оны қолдану, экономикалық құбылыстарды зерттеу, зерделеп, яғни экономикалық болжамдарды жасау процесі. Келесі жоспарлау. Жоспарлау стратегиялық менеджмент. Яғни стратегиялық менеджмент, яғни осы жаңа айтып отырмыз, жоспарды іске асыру барысындағы басқару процесі. Яғни маркетинг стратегиясын әзірлеу, бизнес жоспарын әзірлеу. Өйткені бизнес жоспарында жобада біз көрсетіп инвестициялардың жобалары, шағын орта бизнестердің жоспарларын, кіші жаңағы бизнес өндіріс саласындағы әртүрлі салалардағы іске асырудың бағыттары. Ол деген экономикалық дамудың бірден бір бөлігіне әсер етеді бізге. Жақсы. Өйткені жұмыспен қамту, халықты әл-ауқатын көтеру. Жаңа сіздерге айтып отырмыз, өйткені нарық экономикамыз өзі болмауы тұр. Өйткені экономикамыздың өзі қазіргі таңда, соңғы біздің 2 жылдың 3 жылдың көлемінде біздің экономикамыздың күйзеліске түсуі.
нарықтың бағаның өсуі. Бұл дегеніміз мысалы қарап тұрсақ, баға тауар бағасына әсер етуі, халыққа әсер етуі, бағаның өсуі, тауар өндірістегі өнімдерді өндіру, қайта өндіру, әрбір кәсіпорындар жабылып қалуы, іске асырылуы, мемлекет тарапынан беріліп жатқан ақша қаражаттар, мысалы субсидия, субвенциялар, қаржылық несие, гранттар мысалы өздеріңіз көріп отырған. Келесі бізде мынау презентациямызда кәсіпкерліктерді ынталандыру қажет. Әрбір механизмдерді қалыптастыру керек. Мен жаңа біз осы шағын ірі кәсіпорындар, инвестициялар, яғни тарту мәселесі, яғни ол Қазақстан Республикасының ішкі экономикамызды дамыту, сыртқы экономикалық байланыстармен байланыстыру, және қазіргі таңда қарап тұрсаңыз, көптеген яғни жұмыстар жасалды. Бұл деген экономикамызға да мысалы қарап тұрсаңыздар, бүкіл әлемде отырған күйзеліс, бүкіл әлемде отырған дағдарыс, яғни осы жағдайдан өту, бақылау жасау, яғни жоспарланған әдістерді, істерді, яғни ауытқуларды анықтау, соған сәйкес түзетулерді енгізу мысалы. Сондықтан біз экономикамызды дамытудың негізгі бағыттарының бірі осы экономикамызды аймақтық, сол аудан, қала мысалы өзінің аймағындағы қалаларды дұрыс бағытта жүргізу, ел президентіміздің жолдауындағы, ел президентімізді көрсетілген стратегиялық жоспарлаудағы яғни бағыттарды, яғни дұрыс бағытта жүргізуін көрсетілген. Сондықтан да яғни біз экономикамызды ары қарай дамыту, кеңейту бағыттарына үлес қосуымыз қажет.